Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай әдемі букеттермен танысатын боламыз. Ол үшін бізге финики, қараөрік, инжир, кумкват, пекан, макадамия, миндаль, натуральный ананас, манго, авокадо, цукаты және тағы мангоның екінші түрін аламыз. 30 сантиметрлік шпажкаге дайындайтын боламыз. Черносливтарымызды, қара өріктерімізді яғни осылай түйрейміз ортасына дейін. Тасы бар қара өрік аламыз, өйткені букетімізге көрнекті болып тұру үшін. Макадамияның өзінің кесілген сызығы бар, соған шпажкамызды түйрейміз. Міне тап осындай етіп барлығын түйреп аламыз. Макадамия. Пеканның да өзінің жарықтары болады, сол жарығына біз шпажкамызды ыңғайлап салып аламыз. Міне осындай жолмен барлық пекандарымызға тығып аламыз. Келесі кезекте финики тунис, турецкий финики етті болады, букетімізге әдемі тұрады. Енді миндальды алайық. Миндальды астынан осындай етіп жайлап түйрейміз. Миндаль өте нәзік болып келеді, кішкене тиянақтылықты қажет етеді. Осылай миндальдарын түйреп аламыз. Енді ананас өте жұмсақ, өте тамаша, керемет дәмі бар. Оны осындай 2-3 шпажкаға түйреуімізге болады. Бұл бізде әдемі гүл сияқты болып көрінеді. Дәмі енді өте тамаша. Міне осылай барлық ананастарымызды түйреп аламыз. Өте керемет. Ананасым балғын болғандан сөз жоқ. Ендігі кезекте кумкват. Кумкват лимон мен апельсиннің дәмі сияқты, өзіме қатты ұнайды. Дәмі сондай цитрустың дәмі жақсы, тамаша дәмбе. Түстері де өте керемет, ашық. Авокадомызды өте жалпы ұзын болуына байланысты осындай етіп ыңғайлап кесіп бөліп аламыз. Әркім өзінің қалауына қарай бөліп алса болады. Ал мына мангомызды ортасынан бөліп аламыз. Осындай етіп үшбұрыштап бөліп алған жақсы. Өзіңіздің қалауыңызбен бөлуіңізге болады. Немесе төртбұрышты етіп те бөлуге болады, қиғаштап та бөлуге болады. Әркім өз фантазиясына бөле береді. Міне барлығын осылай бөліп алдық, өте тамаша. Енді инжирімізді де ол жалпақ болғандықтан міне осындай етіп қақ ортасынан бөліп аламыз. Инжиріміз балғын, жып жұмсақ болып тұр. Үлкен жемістерімізді бөліп алдық, енді барлығын шпажкаға орнатамыз. Шпажкаға ортасына дейін орнатқан жақсы, өйткені ол құлап қалмай ұстап тұруы керек бізде. Оны қазір букетіміз дайындағанда да ыңғайлы болып тұруына, ұстауына. Не осындай формада шпажкаға түйрейміз барлық жемістерімізді. Ал мангоға келетін болсақ, мангоны осындай үшбұрышты етіп бізге осылай үшбұрышты күйінде түйреген ұнайды. Букетіме ерекше бір сән беріп тұрады, форма беріп тұрады. Мінекей достар, жемістерімізді түйреп аяқтап қалдық. Ендігі авокадоны да өзімізге ыңғайлап, әдемілеп түйреп шығамыз. Осындай етіп. Авокадо өте жемісі, өте дәрументерге бай болып келеді. Біздер енді осындай ортасына роза гүлдерін дайындаймын. Бұл менде мангоның осындай жалпақ түрі. Бұл да натуральный манго. Әр түрлі болып келеді. Кейде жалпақ болады, кейде жіңішке болады. Соған байланысты мен өзіме ыңғайлы формаларын келтіріп аламын. Қатты жалпақтар болса, ортасынан кесіп те бөліп аламын. Осындай формада міне әдемі букетіміздің ортасының гүлдерін дайындап жатырмын. Барлықтарыңызға сәттілік, сіздердің де қолдарыңыздан келетініне сенімдімін. Жасап көріңіздер, туыстарыңызға ерекше сезім сыйлаңыздар, өздеріңіздің қолдарыңызды жаттықтырып, барлық кез келген мероприятияларға, кез келген қуанышты тойларға,
туыстарыңызға әдемі ерекше букет сыйлағыңыз келсе, дәрумендерге толы букетін сыйлағыңыз келсе, өте тамаша сезімде болады. Өкінбейсіздер, үйренсеңіздер өте тамаша бір қуаныштарға ұялмай беретін әдемі букеттер жиынын үйренетін боласыздар. Міне біздің роза гүлдеріміз де дайын болып қалды. Ортасын осылай бір бүктеп аламыз. Сыртқы қабатын сәл ұзындау етіп, домалатып, орап шығамыз. Және оны зубочисткамен екі жағынан гүлдеріміздің жапырақтары ашылып кетпейтіндей етіп, тиянақты етіп түсіреміз. Шпажкаға салғанда 2-3 шпажкаға орнатқан жақсы. Өйткені біз гүліміздің, букетіміздің ортасы болғандықтан барлық ауыртпалық, барлық салмақ осы ортасынан бастау алады. Сондықтан да букетіміздің ортасы нық тұру үшін осындай етіп 2-3 шпажкаға дұрыстап ортасына дейін түйреп алуымыз қажет. Міне біздің ортамыздағы роза гүлдеріміз дайын болды. Ал енді бисмиллах деп скотчымызға орап бастаймыз. Скотчымызды ортасынан аламыз. 1 сантиметрлік скотчпен әдемілеп 3 гүлімізді ортасына жинақтап қойып аламыз. 2-3 рет нығайтып, скотчпен мықтап ортасынан ұстап алдырамыз осындай етіп. Міне өзімізге қарап ыңғайлап букетіміздің ұзындықтарының бірдейлігін қарап осылай ортасынан орап бастаймыз. Келесі алдағы алатын жемісіміздің түрі кумкват деп аталады. Кумкват цитрусты жемістер тобына жатады. Олар құрамы калий, кальций, магний, фосфор, темір элементтеріне өте бай. Сонымен қатар витамин С, витамин Е және де В витаминдерінің барлық түрлерін осы кумкват жемісінен таба аласыздар. Сондықтан да кумкват жемісін өз рациондарыңызға қосуыңызға кеңес беремін. Міне букетімізге келетін болсақ, біз осындай етіп жан-жағынан өзімізге ыңғайлы дизайнда, өзіміздің жеке фантазиямызбен әдемілеп букетімізді дайындай береміз. Тегістігін қарап аламыз, қадағалаймыз. Биіктіктері бірдей көлемде шығып жатыр ма деп. Және де кумкваттың бірнеше түрлері болады. Қараңыздар, мен таяқты қалай алып жатырмын, шпажкалерді қалай жинақтап жатырмын. Спираль тәрізді техникамен жинақталып жатыр. Осылай бастап жинай береміз. Бізде бұл спиральді техника деп аталады. Не себептен спиральді техника? Өйткені біздің букетіміз орнықты жинақталу үшін, өзінің жиналған формасын бұзбау үшін осындай техникамен жинаған өте ыңғайлы. Міне қараңыздар, жасыл, қызыл кумкваттарды араластырып жатырмын. Біздің букетімізге уже басқаша бір цвет беріп, букетімізді безендіргенде әдемі болып шықты. Міне шпажкамызды дұрыстап қараңыздар, осылай жинақтаймыз. Скотчымызды 2-3 қайтара орап, өзімізгенің формамызға қарай әрбір жемісті әртүрлі бағытта алуға болады. Уақ жемістерді негізінен бір-бірімен жинақтау арқылы, топтастыру арқылы жасаған дұрыс болады. Міне енді біз ананасымызға келдік. Қараңыз, ананасты қандай букетімізді әрлендіріп, өте бір басқаша гүл болып тұр. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша әр жемісті қай жерге орнатқыңыз келеді, сол бағытта орнатуыңызға болады. Мен мысалы осындай етіп алғым келіп тұр. Ананасымызды жинақтадық, енді міне инжирға келдік.
инжирді да тап осындай етіп өз қалауларыңыз бойынша әдемі етіп жинайсыңыздар. Міне біздер осылай инжирімізді жан-жағына айналдырып жинап шығамыз. Ендігі кезегіміз қара өрікте. Қара өрікті тасымен аламыз. Қара өріктің де орналасу тәртібін өздеріңіздің ыңғайына қарап жинауларыңызға болады. Мен мысалы осылай етіп жинауды жөн көрдім. Қараңыздар, қара өрік пен сары екеуі бір-бірімен әдемі түс үйлесімділігін тауып тұр. Сондықтан да мен осылай араларына бір-бірімен сәйкестендіріп, түстеріне қарай, формасына қарай, өзімнің қалаған дизайнымен осылай жасап жатырмын. Сіздер де өзіңіздің фантазияларыңыз бойынша, өз қалауларыңыз бойынша жасауларыңызға болады. Міне көріп тұрсыздар ма, мен жинап жатқан букетімнің бірдей деңгейде жинақталып жатқан. Дәл осындай етіп, барлығын бірдей деңгейде алуларыңыз сұралады. Сонда сіздің букеттеріңіз үлкен болып және әдемі тиянақты жинақы көрінеді. Ал келесі кезекте біз финики тунис деп аталады. Турецкий финики. Бұл өте етті, дәмі деген жақсы, тәтті болады. Сондықтан мен әрдайым осы турецкий финики тунисті аламын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоларды, басқа да видео түрлерін сіздерге сілтеме қалдырамын. Міне осы сілтеме бойынша басқа да букет жасау түрлерімен танысуларыңызға болады. Упаковка түріне келетін болсақ, упаковка түрлеріне арналған әдейі видеоларым бар. Сол бойынша өзіңіздің қалаған, таңдап алған упаковкаңызды жасақтап, букетіңізді дайындауыңызға болады. Міне, құрметті көрермендер, менің букетім әдемі болып шығып жатыр. Мына жерге мен қараңыздар, миндальды қойдым. Миндаль да өзінің бір ерекшелігімен, өзінің цветімен менің букетіме ерекше түр беріп тұр. Келесі кезекте авокадо. Авокадо да жасыл әрдайым өзгеше бір әдемілікті көрсетіп тұр. Айналдырып, осы авокадоны жинақтаймын. Қараңыздар қандай, мен букетім уже басқаша цветте болып шығып жатыр. Көрдіңіздер ме? Өз фантазияларыңыз бойынша кез келген букетті, кез келген жемістен әртүрлі дизайнда жасақтауларыңызға болады. Әркімнің көңілі әртүрлі. Кейбір адамдар бір жемістерді ұнатады, бір жемістерді ұнатпауына байланысты өз таңдауыңыз бойынша жасайсыздар. Мен келесі кезекте цукатыйды алып жатырмын. Цукатыйды өте жақсы, барлық жемістер түрінен алынған, әртүрлі түрде келетін, дәмі ерекше, керемет жеміс түрі деп айтар едім. Міне қараңыздар, мен болдым, букетімді жинақтап, енді бетін осындай слюда пакетті қағазы мен ораймын. Өйткені біздің букетімізге ешқандай шаң, еш нәрсе түспеу керек. Сондықтан гигиеналық тазалықты да ұмытпағанымыз жөн. Келесі кезекте секатор деп аталатын осындай құралмен мен букетімнің табандарын кесіп, өз аяқтарында нық тұратындай етіп, букетімді жинақтаймын. Менің каналымда упаковка түрлерімен өздеріңіз қалаған барлық упаковкалар жасай аласыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.